Қазақта мақыр деген сөз жоқ. Қазақта қалың мал деген сөз бар. Сол қазақтың қалың малы сол мақыр болады. Апарып береді саған жігіт жағы, білмеймін қазір ставка қанша, миллион ба? Миллионға кетіп отыр ғой бәрі. Аз енді жетпейді білемін. Бірақ миллион береді қазір. Сол миллионды берген кезде соны алып, саған жұмсалады сол. Саған мебель алып береді, шуба алып береді, жетпейді ол. Жетпесе де сені киіндіреді, сол сенің мақырың. Құдай сақтасын, ертең ажырасып кетсең, менің шубам, мен мебелімді алып кетесің қайта. Қырғын шығарып. Сондықтан ол сенікі мақырға таласпақ. Бәрі көзі айфон керек маған, мақырге маған мынау керек. Сен почему-то Құдайды білмейсің, бірақ мақырды білесің. Исламды, дінді білмейсің, бірақ жаттап алғансың сондай дүние талақтың мәселесін. Асты қатырма. Сен мақырменен шатыстырма. Мақыр ол сені айфон сұрадым, 50 кило біреу алтын сұрайын дейді. 50 килограмм алтын беріп айналайын, ажырасып кеткен жегелер қойсын басқа сөйтіп азанырақ кешер. Сондықтан бұндай нәрсе бойыңызда. 700 мың теңге сұраймын, 800 мың теңге сұраймын деген бұл дұрыс нәрсе емес. Молда некенің үстіне мақыр айтса да, айтпаса да неке қиылып кете береді. Неке қиылып кете береді. Түсіндіріп беру уәжіп дәрежесінде. Бірақ мақыр берілу парыз. Берілу. Келінге сыйлық берілуі. Мәселе осы. Ал енді тұрып алып менің мақырым бар еді деп, қазақ дәстүрінде өзіңіз елестеп көрші. Абай атамыз Ділдә анамызға үйленген кезде, тарихта бар ма Ділдә анамызға мақыр берді деген? Әбілқайыр хан атамыз Батима анамызға үйленгенде, хан Абылай Күнімжан анамызға некелескенде, Қаздауысты Қазбекұлы Тайтемір анамызды алған кезде, не мақыр берді деген сөз бар ма біздің қазақ тарихында? Мақырға бір жақсы семіз түйе берді деген. Жоқ ондай сөз. Енді бір өткенде бір қыз осыны айтсам, салғыласып менімен. Бұл деген дейді, ажырасып кетсем, менің дүнием, ойбай, сен тимей жатып ажырасып өліп отырған еді сен. Сен тиіп алсайшы, сен алама алмаймын еще вопрос. Бұл план қорқыған ғой, ажырасып кетсем, менде 1 миллион запасым бар. Сені миллион асырамайды жаным. Мейлі саған 700 миллиард берсін, сені ол ақша асырамайды, сені Құдай асырайды. Сен сол мақырды кеше сал. Мейлі бар болса да қыздар айтады. Қазір күйеуге шыққандар шығарып апты. Оказывается, маған мақыр берілмеген. Мен мақыр алуым керек екен. Күйеуімен деп қырғын шығарып. Бақырды басына кигізіп қояды айналайын. Шелекпен қосып. Сен күйеу болғанға рахмет айт. Таяқ жеп жүргеніңе рахмет айт. Каспийін и так сен алып алғансың. Өлетін болып бақ жұмысты. Бір нәрсе жасалған. Енді просто сен мақырым бар, мен правам қашып дейсің. Қой правам қашып. Сен балалармен бақытты болды ойла, саған керек сол.